Бұл Бақашак онлайн, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Бұл видеодан кейін сіздер Қытай иероглифтерін қолмен әрі телефонда, компьютерде жаза алатын боласыздар. Менің онлайн курстарымда мен осындай қағазды беремін. Бұл жерде әр сызықшаның реті көрсетіліп тұр, әрі үстінен басып жазатын жері бар, өте оңай. Ал егер сіз видео сабақтарым арқылы қытайша үйренген болсаңыз, анимацияның көмегімен сіздің де қытайша жаза алатын, үйрене алатын мүмкіншілігіңіз бар. Ал енді қытайша ни, сен деген сөзді жазудан бастайық. Біріншіден төмендегі видеоларға қарап, телефоныңызға немесе компьютеріңізға Қытай пернетақтасын орнатып алыңыздар. Әрі төмендегі сілтемелердің арасында менің сайтымдағы жаңағы айтқан анимациясы бар парақшам бар, сол парақшаны ашыңыздар, бірге мен сіздерге көрсетейін. Қараңыз. Бұл парақша егер орысша болып тұрса, жоғарыда қазақшаны басасыздар да, жаңағыдай қазақша нұсқасына аударасыздар сайтыңызды, жарай ма? Ал енді қараңыз. Бұл жерде анимацияны көрсететін жері бар, төменде сызықша бар, солға оңға қазір жылжытатын боламын. Енді төменде жазатын жері бар, сол жерді басыңыздар. Енді қытайша пернетақтасын қосып, енді жаңағы сен деген сөзді жазамыз. Қараңыздар, қытай тіліндегі пининді ғана жазамыз, жарай ма? N-I әріптерін ғана жазамыз. Әрине бұл жерде 4 тондар көрсетілмейді. Қараңыз, енді сіздерге көп нұсқалар беріліп тұр. Керек нұсқаны сіз таңдап аласыз. Менде бірінші болып тұр. Қараңыздар, мен соны басамын да. Ал енді Enter'ді басқаннан кейін мына жерде жаңағыдай анимация шығады. Қараңыздар, солға жылжытсам ақырын көрсетіледі. Көрдіңіз ба? Ал енді оңға жылжытсам тез сызып тастайды. Әрине оған қарап жазу өте қиын. Ал енді сіздерге түсінікті болу үшін мен жаңағы анимацияны қосып тақтаға жазайын, жарай ма? Қараңыз. N-I-ді басып қайтадан жаңағы сөзді таңдаймын. Enter-ді әлі баспадым. Мынаны солға қарай жылжытып қойдым. Енді қазір Enter-ді басып тақтаға жазатын болам, жарай ма? Қараңыз. Мына. Ал бастым. Кеттік, қараңыздар. Анимация басталды. Жоғарыдан төмен. Сосын тағы да жоғарыдан төмен. Келесі сызықшасы жоғарыдан төмен. Қараңыздар, келесісі солдан оңға қарай құйрығымен. Енді келесісі жоғарыдан төмен құйрығымен. Сосын сол жағында, оң жағында. Көрдіңіздер ме? Бұл анимациямен бірге сіздерге жазып көрсеттім. Ал енді тағы да 1-2 ереже бар, соны сіздерге көрсетіп жіберейін. Мына бұрышында солдан оңға қарай көрсетіп қойыңыздар, сызып жоғарыдан төмен. Бұл нені білдіреді? Жаңа қараңыздар, сызықшалар егер горизонтальды сызықшалар болса, онда солдан оңға қарай сызылады. Мен солақаймын, оңақаймын, мен былай отырам, маған былай ыңғайлы деп, былай сызбаңыздар, жарай ма? Осылай жазылу керек, осылай жазсаңыздар өте жақсы болады. Қараңыздар, ал егер вертикальды сызықтар болатын болса, жоғарыдан төмен сызатын боласыздар міндетті түрде. Қараңыздар, жаңа қандай сызықша болды? Егер әрине қиғашынан былай құлап тұрса, ол да вертикальды болып саналады. Жоғарыдан төмен, көрдіңіз ба? Жоғарыдан төмен. Міне горизонтальдыны біз солдан оңға қарай жаздық. Әрі мынандай құйрықша болған кезде, қараңыздар, құйрықты былай ұзақ сызып, қиналып сызбаңыз, жарай ма? Жай былай лақтыра салыңыз. Енді келесі ереже. Сызықшаларды 2 рет жазбаңыздар үстінен. Немесе былай шимайламаңыздар, артқа алдыға деп шимайламаңыздар, жарай ма? Сол кезде жақсы жазылады. Жаңа ғана мен сіздерге қалай бір иероглифті жазу керектігін көрсеттім. Ал енді сәлем сөзін жазып, бірнеше иероглифті қалай жазу керектігін көрсетейін. Қараңыздар, жаңа біз қалай жаздық? N-I-ді жаздық та таңдадық, дұрыс па? Ал енді таңдамай бірден келесі пининді жапыстырып жаза беріңіз. Арасына пробел қоймаңыз, жарай ма? N-I-ді жаздым, енді H-H-A-O, H-A-O жаздым. Енді керек нұсқаны таңдайсыздар. Қараңыздар, сәлем сөзі 2 иероглифтен тұрады. Таңдадыңыздар, енді ары қарай жіберсеңіздер де болады. Ал енді бұдан да тез жолын сіздерге көрсетейін. Қараңыздар, 2 немесе одан да көп иероглифтерді жазған кезде пининнің ең бірінші әріпін жазсаңыз жеткілікті. Қараңыздар, бұл жерде ни хау болғандықтан N-ді жазамыз, сосын Х-ны жазамыз, H-ті жазамыз. Қараңыздар, бұл жерде де керек нұсқаны тауып, ары қарай жібере аласыздар. Көрдіңіздер ме? Өте оңай. Айтпақшы, тура осындай тәсілмен иероглифтерді компьютерге де жаза аласыздар. Ал міне Қытай иероглифтерін жазуды үйреніп алдыңыздар. Айтпақшы, қолдауды ұмытпаңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басып, таныстарыңызға жіберіп отырыңыздар. Бұл Бақашак онлайн, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте.